Елордалық өнерсүйер қауым неміс композитор Генделдің ең көңілді шығармаларының бірі «Мессияны» тамашалады. Туынды махаббат пен бақытқа сенуге шақырады. Гендел өз шығармаларын өте жылдам жазған. Бір ғана «Мессия» ораториясын 24 күнде аяқтаған. Шығарма 3 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімде Иса пайғамбардың өмірге келгені, екінші бөлімде ғибадат ету жайлы айтылған. Ал үшінші бөлімде сенімнің негізгі принциптері жайлы жазылған. Бас хормейстердің айтуынша, биыл театр әртістері ораторияның 80% орындап шығады. Ал келесі жылы өнерсүйер қауым туындыны толық тамашалауға мүмкіндік алмақ. Сондай-ақ шырша безендіру неміс халықтарынан шыққан. Алғаш рет шырша 16 ғасырда Германияның Эльзас қаласында безендірілген екен. Сондықтан да «Мессияны» рождестволық ән деп те атайды. Негізі бұл оратория барокко дәуірінде жазылған нәрсе. Оркестрдің ішінде сіз бүгін клавесин көресіз, және де органды көресіз. Ол енді модерн оркестрде пайдалана бермейді. Бірақ барокко кезінде контину инструменті ойнайды. Гендел 18 ғасырда өмір сүрген. Европадағы аса көрнекті опера композиторларының бірі. Ол ораторияның озық үлгілерін жасады. Неміс сазгері аспаптық музыкаға да үлкен үлес қосты. Әсіресе оның шығармалары орган, клавесин, музыкалық құрылғыларына арналған. Астана опера театрында Генделдің туындылары көп орындала бермейді. Себебі оған көп дауысты хор қажет. Ал жыл бұрын түзілген концерттік бағдарламалардың көптігі театр жұмышын үздіксіз еңбекті талап етуде. Тынымсыз еңбек етуден жалықпайтындары операның отаны саналатын Италияның сахнасында өнер көрсетіп үлгерді. Жалпы осы шығарманың өзі жылына бір рет қойылады, Иса пайғамбардың туған күніне орай. Үлкен дайындық керек, әрине. Осы театр ашылғалы бері жылда қойылады, бірақ та жартысы ғана, бірінші бөлімі ғана қойылатын болатын. Енді осы жолы түгелдей орындап жатырмыз. Мен Генделді орындауда біраз тәжірибем бар. Италияда бірнеше театрда орындағам. Астана опера сахнасында бұл туынды 2001 жылдан бері көрермен назарына ұсынылып келеді. Орындалу қиын шығарма. Негізінен бұл балаларға арналған қор. Десе де бірдем алғанда 40 нотада ән айту әртістер үшін ауыр. Дегенмен тәжірибелі мамандар қай деңгейдегі шығарма болса да орындауға әзір. Бастысы көрерменін қуантуға асық. «Мессияның» музыкасы әрбір көрерменге күш-жігер сыйлады, жақсылыққа сенуге жетеледі, адам жанына жайлылық орнатты. Бастысы ғажайыпқа сене білейік, сеніп жүрейік. Камила Маулен, Мәдениетке саяхат, Астана.